Ал енді құрметті ағайындар, бүгінгі керемет кешімізге жиналғандарыңыз негізі мақсат міндетіміздің не екенін өздеріңіз жақсы біліп тұрсыздар. Мен олай болса бүгінгі керемет кеш иелерін той төріне шақыратын сәт жақындап деп айту үшін ортаға келіп отырмын ағайын. Енді сіздер той төріне жайғасып болғанымен бүгінгі керемет кешіміздің негізгі иелері әлі той төріне енген жоқ. Ендеше баршамыз орнымыздан тұрып, қошеметімізді ұрып, ойынымызды тойхананың төріне қарай бұрып, бүгінгі той иелерін қарсы албаса. Баршамыз орнымыздан тұрайықшы ағайын. Оң жақ, сол жақ, тегіс ешкім қалып кетпесін ағайын. Орнымыздан тұрайық. Ал енді бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай болып, қошеметімізді ұрайықшы қане бәріміз. Рахмет ағайын. Сіздердің маңдай қошеметтеріңізге 55-тегі әпкем тұрман, 80-тегі апам шығу қойылды да ағайын. Баяғыдан Нұр Отанның жиналысы болғанда осындай шапалақ ұрады. Бүгін жиналыс емес, бүгін той ағайын. Мен 1-2-3 дегенде достар, жастар айлайлап шулап бар екенімізді білдіріп, бір құрмет көрсетіп қойып, үлкен кісілер қол соқсаңыздар жеткілікті. 1, 2, 3. Өте тамаша. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде біз сендерді жұп-жұптарыңмен жараттық деп жазған екен ағайын. Оның айқын дәлелі Ромеоның жұбы кім? Ромео, Джульетта. Қоз көрпештің жұбы? Баян сұлу. Қыз жібектің жұбы? Төлеген. Ләйленің жұбы? Мәжнүн. Өткенде бір тойға барып, Қалқаманның жұбы десем біреу Алтын Орда деп қойды. Қалқаманның жұбы кім? Мамыр. Дұрыс айтады. Эстрада жұлдыздарында да бір үлгі аларлық жұптар бар. Мысалы, Тоқтардың жұбы Бейбіт. Қайсы ол Серік деп тұрған? Дұрыс, Бейбіт. Бүркіттің жұбы Аиша. Жанболаттың жұбы Жазира. Қыдырәлінің жұбы Қарақат. Мараттың жұбы Жанар. Осындай ғашықтардың ізін жалғаған Алатаудың шыңында қатар гүлдеген қосшылардай болған менің Марат ағам мен Жанар әпкемнің бүгін керемет қуаныш ағайын. Ағамыз ұлықты ұл қылықты қыз тәрбиелеп, бүгінде міне ағайын туыспен достардың алдында абыройлы жанұя. Осы бір жанұялық керемет кешті ағайын туыспен, дос жаранмен көрші қолаңын өткіземіз деп сіздердің бастарыңыз қосып отыр. Ендеше дәл бүгінгі той иесі Марат ағам мен Жанар әпкемді сіздердің қошеметтеріңізбен, ыстық ықыластарыңызбен, қос қарлығашы алтын мен жаниядай арулардың әнмен ортаға шақырам. Қарсы алайық, қол соғайық.